Залдамыз ағайын бауырлар, кеше туған күніме ең керемет сыйлық осындай болды. Кімнен десеңіздер, әрине тренерімнан. Алла разы болсын. Осы жаттымен жаттығып жасап құдай қаласа чемпион болдым. Аумин. Азия чемпионы болайыншы ағайын. Өз арамызда приколымыз. В общем, осылар перчатканың өзі тоз шығып кетіп, ән алам, мін алам деп жүрсем, соны ескеріп өткенде түнгі 12-де келіп құттықтаған кезде беріп жатыр. Приятно болып қалды бауырым. Аман бош. Аман бош. Рахмет. Сәлем достар, қалайсыздар? Осылай жай сөйлеу керек болып тұр, өйткені қазір біз қалай айтсам болады ма, больница деуге келмейді. Короче, эго түсіретін жерге келдік. Ол енді көп мамалар білетін шығар. Бала ұйықтап жатқан кезде басына, короче, бір нәрселер қойып, соны мидың тексереді. Өзімде нақты сынбай білмеймін. Вот, и ұзақтан негізі жазыла алмай жүргенбіз, өйткені запись өте көп. И плюс алдында бір рет келді, но Назар ол кезде жылап, бір ғана сағат ұйықтаған, ал бізге 3 сағат ұйықтау керек. Ол кезде апасымен келген, сөйтіп енді еркеледі ма, білмеймін, сонымен жылап кішкене жатпай қойған. Енді бүгін өзім алып келдім, ал Дараны апасымен әби қарап отыр енді. Вот енді 1 сағат қалды, 1 сағат енді ұйықтаса, просто кішкене неудобно, өйткені бала ұйықтап жатқан кезде енді қимылдайды, ал бұл баста көп андай провод сияқты орналасқан заттар, сонымен ол жұлынып кетуі мүмкін, иногда бала жұлып алуы мүмкін дегенде, сол үшін прям қарап отыру керек. Еще осылай қараңғы болып тұрады. Вот. Енді бұл не үшін деп ойласаңыздар, Назар кішкене былай сөйлеу жағы кеш қой. Вот соған невропатолог назначить етіп берген, себебін білу үшін. Вот соны енді 3 сағат енді жасап алсақ вообще күшті. Алдыңғы жылы, кстати, жазып берген бізге, бірақ ол кезде Назар андай қатты гиперактивный болды, и сол үшін неғылады. Пішпейсің ба? Жүріп пішпеп алайық, е? 3, 4, 5. Назар қаншада? 3-те. 3. Аха. Ижан. Дара қаншада? 1-де. Дараны білмейміз ба? 1-де. Вот так.